Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз шоколад печенье пісіреміз, қантсыз пайдалы, безглютеновый. Ол үшін бізге мука, рисовая мука және қажет бізге арнайы безглютеновый қант және безглютеновый ұн, тары май және жұмыртқа және какао қажет. Біз алдымен құрғақ заттардан бастаймыз. Рисовая мука және какао және безглютеновый ұн. Сосын оны араластырамыз. Құрғақ заттарды араластырып болған соң біз қысытқыш құямыз. Араластырамыз. Енді басқа ыдысқа май мен жұмыртқаны қосамыз. Енді біз араластырамыз. Сұйық қоспаны құрғақ қоспаға салып араластырамыз. Біз енді араластырған қамырды қолымызбен араластырамыз. Біз енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, соны азытқышқа саламыз. Соны азытқыштан алған қамырымызды пакеттен алып, қолымызбен домалақ қылып істейміз. Домалақ печенье. Маған печеньені жасауға өзімнің әпкем көмектесті. Аты Айару. Енді біз печеньелерімізді духовкаға қойып 180 градусқа қоямыз. 15 минутқа. Қалай сіздер білесіздер, бұл шоколадный печенье уже дайын. Бізде шоколадный печенье шықты. Домалақ. Енді пока-пока. Сіздермен Айару мен Айым бағдарламасы.